Мақтағыз бен мысық ертегісі. Бір күні Мақтағыз үй жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да мысығын шақырады. Бірақ мысығы келмейді. Мақтағыз келмесең келме дейді де мейізді өзі жеп қояды. Арада біршама уақыт өткен соң мысығы келіп, мені неге шақырдың деп сұрайды. Мақтағыз бірақ оған ешнәрсе айтпайды. Мысық, ендеше мен сенің қатығыңды төгем дейді. Мақтағыз, онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық Мақтағыздың айтқанын тыңдамастан қатықты төгіп жібереді. Мақтағыз мысықтың құйрығын жұлып алады. Мысық, Мақтағыз, құйрығымды берші дейді. Мақтағыз болса, менің қатығымды төле дейді. Содан мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр оған, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш мысыққа, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық су іздеп бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңіздерші дейді. Қыздар оған, бізге сағыз әкеліп берсек, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған алдымен жұмыртқа әкеліп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауық оған, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не істеймін деп бара жатқанда, бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Тез жаныңның барын айт, үйімде не бар дейді. Тышқан қорыққанынан, үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне барып бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағыз апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды алып ағашқа береді. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты алып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты алып Мақтағызға береді. Мақтағыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Осымен ертегіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Егер мультфильм ұнап жатса, лайк басып, каналымызға жазылыңыздар. Алдағы уақытта басқа қазақ тіліндегі ертегілерді шығарамыз.